Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз жаратылыстану 4-ші сынып, жылу өткізгіштікті қалай қолданады. Бүгінгі тақырыпта жылу өткізгіштік қасиет туралы білесің. Жылу өткізгіштік қасиетіне қарай денелерді қалай қолданатынын түсінесің. Суреттерге назар аударайық балалар. Фотосуреттерді мұқият қарап, оларға не ортақ деп ойлайсың? Неліктен? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл суретке табиғат ортақ. Бірақ та бұл жерде әртүрлі заттар болғандықтан жылу өткізгіштік қасиеттері әртүрлі. Келесі суретке назар аударайық. Бұнда бізде термос. Термос не үшін қажет балалар? Берілген суреттегі сызбаға мұқият қарап, термосқа құйылған сусын неліктен суымайтынын түсіндіріп көріңіздер. Термосқа балмұздақ салса не болады? Түсіндіріңіздер балалар. Жақсы балалар. Ауа жылуды нашар өткізеді. Оның бұл қасиеті табиғатта да кездеседі. Күнделікті өмірде де қолданылады. Мысалы, қалың жауған қар өсімдікте көрпе тәрізді қымтап, аяздан сақтайды. Ал жүн, мақта, тығын сияқты заттарды тұрмыста жиі қолданады. Себебі олардың арасында ауа болғандықтан жылуды ұстап тұрады. Жылу өткізгіштікті төмен заттар мен материалдар суықтан немесе ыстықтан жақсы қорғайды. Сондай заттың бірі май. Жылуды жақсы өткізетін қатты денелер мен жылуды әртүрлі өткізеді. Жылуды ең жақсы өткізетін металдарға платина, мыс, алтын, күміс, темір, алюминий жатады. Үй жылытатын радиаторды үтіктің табанын, ас үй ыдысын жасағанда металдың жылу өткізгіштігіне басты назар аударылады. Қатты дене болса да, ағаштың жылу өткізгіштігі төмен. Оның себебі ағаш арасында ауа болады. Сондықтан монша жабдықтарын, ыдыс тұтқаларын, ұстағыштарды ағаштан жасайды. Есте сақтаңыздар балалар, денені қатты қызудан немесе салқындаудан қорғау керек болса, жылуды нашар өткізетін материал қолданылады. Ал егер қатты қыздыру немесе салқындату қажет болса, жылу өткізгіштігі жоғары материал пайдаланылады. Білесіздер ме балалар, металдан да жылу өткізгіштігі жоғары зат бар. Ол алмас. Балалар, солтүстік Антарктидада жылыққанды жануарлар тіршілік етеді. Оларға табиғаттың қатал жағдайында тіршілік етуге не көмектеседі деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыздар балалар. Олар өздерінің терілері арқылы сол суыққа төзеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар балалар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.